Әңгіменің 5-ші бөлімі. Түс кезінде әйелдер бір жерге жиналып бастарына көлеңке жасап сусындарын ішуге отырды. Әрқайсысы үйлерінен алып шыққан қарынға, торсыққа құйған ашыған көже, қымыз айрандарын ортаға қойған. Ұлтуған болса басына байлаған орамалын жуған боп бұлақ басында жалғыз қалған. Ел құсап үйден айран алып шықпап еді. Асығыста қағазға орай салған бір жапырақ нанды суға матырып жеп отырған. Осы кезде әйелдердің бірі: «Әлгі ұлтуған қайда?» деді дауыстап. «Ибай-ау, не қашқақтап жүр бізден?» Сөйтіп еді, екінші әйел бірдеңе деп күңкілдей сөйлеп оған жауап берді. Оған сендердің не шамбайларың күйіп барады? Жә, сандалмаңдар, деді әлгі бірінші әйел өктем үнмен жеке сөйлеп. «Бір айттыңдар болды ғой, жаман қар мықты болса сәнді бала неге байын тыйып алмайды? Қойыңдар ондай сөзді. Ұлтуған, әй ұлтуған, ау, бері жүр, қазір. Бол енді, онысы несі? Кінәлі болсаң сәнді баланың алдында кінәлі шығарсың. Жүр бері». Өмірінде біреудің өзіне аяушылық білдіріп мүсіркегенін сезсе жарылып кетердей боп намыстанатын ұлтуған мына елдің мынау мүсіркеуіне ет жүрегі езіліп мүлде егіліп кетті. Көзі жасаурап, тамағына өксік тығылып үндей алмай қалды. «Әй ұлтуған, қазір», деді әлсіз қырылдап. Бұл келгенде әйелдер сөзден су сепкендей тыйылып, сусындарын ішуге кіріскен. «Кел қарағым, қақырығың түтеді ғой, мына айраннан жұтып жіберші», деді әлгі кексе әйел қасына отырғызып. Мұнан кейін оны ешкім жерлеген де жоқ та, қорлаған да жоқ. Тіпті мұның бар жоғына да көңіл аударған жан болмады. Бұған айтылар зәрлі сөз де тыйылды. Бәз баяғы қалып қайта орнады. 3 күннен кейін жауын жауып пішеншілер үйде қалған. Түске жақын жауын саябырлаған кезде ұлтуған қант шай алу үшін дүкенге келді. Ойламаған жерден ораққа кездесті. Мүлдем семіріп кетіпті. Ырсылдап дем алады. Күн жауынды салқын болса да өзі қара терге түсіп пыршылдап тұр. Ішіп алса керек, ұлтуғанды көріп қызара күлімсіреді. «Сәлемет пе ұлтуған, әкейдің қазасының қайырын берсін», деді көңіл айтып. Онан соң жақындап кеп қол берді. Қолы добалдай жұп-жұмсақ майлы екен. Ұлтуған біртүрлі секем алып тітіркеніп қалды. Орақ болса ауылдан жырақ шалғайда жататындарын, аяқ асты бір жол болмаса келе алмайтындарын айтып, біраз ақтала сөйледі. Өзі орынды орынсыз ырқ-ырқ етіп күле береді. Ұлтуғанға оның мына түрі де мінез құлқы да ұнаған жоқ. Тіпті бір кездегі өзі ғашық болған орақ осы деуге дәті барар емес. Орақ кейін бұрылған кезде ішегін тартты. «Құдай-ау, осындай да жалпақ адам болады екен ғой, сұмдық-ай». Үйге қайтып оралған соң әлгіндегі орақпен кездесуін есіне алып, жігіттің домбалдай майлы қолы көңіл айтқан кездегі қызара тершіп күлгені есіне түскен. «Ту, ноқой-ай, со күйі ноқой екен ғой, байғұс-ай. Мен де соны жігіт деп есіме алып өкініп жүрмін-ау. Ұят-ай» деп өзін-өзі жерлеп алды. Онан да байсыз-ақ өтейінде. Біреу терезені қаққандай болды. Ұлтуған шошып оянды. Үйдің іші тас қараңғы екен. Түннің ортасы болса керек, рас қақты ма әлде түсім бе дегенше болған жоқ. Терезені біреу тағы да ақырын ғана шертіп тықылдатты. «Ұлтуған, мен ғой». Мұнан әрі ұлтуғанның төсектен қалай атып тұрғаны, есікті қалай ашқаны, Майданның мойнына қалай асыла кеткені есінде жоқ. Майданның өсіп кеткен сақал мұртында елемеді. Сыртқы есіктің көзінде құшақтады да тұрып қалды. «Тоқташ ұлтуған, ішке кірекші, менің үстім басым кір, мейлі». Онан соң жігіттің бет-аузының шөпілдетіп сүйе бастады. «Мейлі кір болсаң да сүйем сені. Бетіңнен емес, табаныңнан сүйем сенің жаным. Сағындым әбден». Ауызғы бөлмеге кірген соң қараңғы бұрышта екеуі бірін-бірі сипалап, мауықтары басылғанша ұзақ тұрды. Іргедегі қорадан қанаттарын сабалап әтеш шақырды. «Ұлтуған, мен жуынайыншы, қазір мен саған су жылтып берем, браталла, жуынып түсіп ал». Ұлтуған дереу қазанның астына от жағып су жылтты да, қарсыласқанына қарамастан Майданды өз қолмен шешіндіріп, дәл бір тұңғыш баласын шомылдырғандай жөкемен арқасын ысты. «Бұрын да семіз байғұс едің, құр қабырғаларың қалыпты ғой, ырсиып», деп мүсіркеп қойды. Шомылып болғаннан кейін ұлтуған Майданға әкесінен қалған ескі киімдерді кигізді де оның кір киімдерін жинап алып жууға кірісті. Жаман иіс қоңыстарды енді ғана сезген жүрегі лоблығып кетті. Бір уыс боп бүрісіп отырған Майдан оның қимыл қозғалысынан көз алар емес. Шашы тықырлап алынған, сақал мұрты қауғиып өскен, ұрты ортайған, түрі жүдеу, тек қана
көзі ғана от шашып жалт-жұлт етеді. Барып жатсаңшы, демалсаңшы, бірге жатамыз ғой. Өзің немен келдің? Жаяу. Құдай-ау, сол ауданнан жаяу келдің бе? Деді ұлтуған шошынып. Иә, бағана кешкісін босатқан. Ертеңге дейін автобус күткенмен қалтамда бір тиын ақшам жоқ. Сонан соң жаяу жүріп кеттім. Қарның да аш шығар. Ептеп, ұлтуған кірді жуып бола сап самаурынды тұтатты. Бар дәмдісін дастарханға төгіп, екеуі ұзақ отырып шай ішті. Таң алдында ұлтуған сиырын сауып босатып жіберді де, сыртқы есікке құлып салып, өзі бала кезіндегідей ішке ауыз үйдің терезесінен кірді. Әйтпесе маза бермейді деді. Мұнан кейін екеуі де ұзақты күнге тұяқ серіппей жатып ұйықтады. Түс кезінде есік алдына дүрсілдете шауып атты біреу келген. Сағынбай екен. Апа, мына ұлтуған қайда кеткен деп дауыстай сұрады көрші кемпірден. Білмедім, ертеден бері үйі құлыптал отыр ғой. Ұлтуған да Майдан да рахаттанып күліп алды. Өздерінің осынша тапқырлықтарына мәз болды. Бір-біріне тығыла түсіп алаңсыз ұйқыға батты. Сырт дүние, тіршілік ендігі жерде екеуіне де қажетсіз еді. Бұл істерінің аяғы немен тынарын, қалай бітерін екеуі де ойлаған жоқ. Ойлағылары да келмеді. Сағынысу бар, ынтыға түсу бар, бір-біріне еркелеу бар, бірін-бірі іштей аяу бар еді. Түрменің іші жаман шығар, деді ұлтуған. Атама жақсылығы шамалы. Әуелгі күні кешкісін қорланғаным сонша, тіпті өзімді өзім өлтіргім де келді. Бір лезвие тауып алып тығып қойдым. Жұрт ұйықтаған соң күре тамырымда қимақ болғам. Астапыралла, қойшы Майдан, оның не айтпашы, қорқам. Тегінде өмірдің опасы жалған екенін түрмеде отырғанда сезеді екенсің. Қайсы еді бір әнде бар еді ғой. Бұл жалған опасыз өтер-кетер ескен желдей деуші еді ғой. Дәл сол ой келеді екен. Жылдап отырғандардың қалай шыдайтынына таңым бар. Сірә олар итжанды болып кететін шығар. Осылайша ұзақ күн өтті. Түнге қарай ел аяғы басылып, жұрт ұйқыға кеткен кезде ұлтуған есікті ашып сыртқа шықты. Сиырын сауып өзеннен барып су әкелді. Терезелерін қараңғылап қойып, түннің бір уағына дейін оңдық-мұңдық шаруаларын істеді. Таң алдында есіктің сыртынан құлыпты қайта салып, екеуі тым-тырыс болып тағы жатты. Тағы ұйқы, сыбырласа сырласу, бірін-бірі жақсы көріп елжіреу, бірін-бірі аймалау. Бұл дүниеде тек екеуі ғана бар, екеуінің ыстық махаббаты ғана бар. Мейлі күндер өте берсін, мейлі дүниені өрт қаптасын, екеуі үшін бәрібір. Шатырлап жанып кеп, аспан екеуін осы жатқандарында басып қалса да, қандай жақсы болар еді. Бұл күнде ұзақ өтті. Көшеден дабыр-дұбыр сөйлесіп жұрт жүреді. Бұзау мөңірейді, ит үреді, тауықтар қытқыттайды. Екінші күн екеуі де сыртқа шығып қол ұстасып ауылдан ұзап, далада қыдырыстады. Таза ауада бойларын жазды. Шық түскен көк шөпке отырып, алдағы тіршіліктерін сөз қылды. Ауылдан кеткеніміз жөн болар, деді Майдан. Мына Қарасайға барып, мен теміржолға жұмысқа кірем. Қаласаң сен де жұмыс істерсің, әйтпесе тіпті үйде отыра бер. Асырай алмай бара жатқан кіміміз бар? Саған уақытында тамақ пісіріп қойып күтіп отырсам ғой. Иә, шында да мен сен үшін тамақ пісіріп күтіп отырғаннан өзге ештеңе тілемес едім, деді Майдан. Не, мен екі қабатпын. Рас айтасың ба? Жаным-ау, менің тілегім сол еді ғой. Енді болды, енді бір-бірімізден кете алмаймыз, өмір бойы бірге боламыз. Той, тоңып қалыпсың ғой, жүр қайтайық. Шығыс жақ баяу ғана қылаңыта бастады. Қараңғылық ыдырап, төңірек бозаң тартты. Ең әуелі бытпылдық оянады екен. Әр тұстан бір-біріне хабар беріп, бытпылықтай бастады. Келесі күн ең ұзақ күн болды. Уақыт мүлдем жылжымай қойды. Алғашқы күндегідей ұйқыда жоқ. Түс кезінде екеуінің де ұйқылары қанып, оянды да содан кешке дейін үй ішінде сенделіп жүрді де қойды. Екеуі де сығалап, перде астынан далаға қарайды. Болымсыз нәрсені қызықтап сөз қылады. Мына көрші ата қозы-лақты қуып жүр деп күледі ұлтуған. Майдан болса дүкен жаққа қарайды. Әне Сағынбай кеп атынан түсті, дейді. Майдан сені Сәндібала іздестіріп жатқан шығар, 2 күннен бері қайда жүр деп. Іздестірсе тауып көрсін. Екеуі де қосыла күлді. Сәлден кейін ұлтуған ойлы күйде күрсіне сөйледі. Бүйтіп қашанғы тығылып отырамыз, бәрібір табады ғой, деді. Осы сәтте екеуі де бір-біріне тура қараудан тайқып, шырықтарының бұзылар шағын үреймен естеріне алды. Көңілдері жүдеп сала берді. Майдан, осы сенің неше бала шағаң бар? 4, мейлі тіпті 10 болса да енді қайтып Сәндібалаға бармаймын. Ал мен сені барам десең де жібермеймін, деп ұлтуған оған еркелей асылды. Енді екеуі де күннің тезірек батуын тіледі. Кешегідей қырға шығып, таза ауада қол ұстасып жүруге асықты. Бірақ ол ойлағандары болмады. 5 бөлімнің соңы. Назарларыңызға рахмет.